Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең қыркүйектің 23-не арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Тоқта. Ескі мәселелерге жаңаша көзқараспен қарап, күтпеген шешімдер іздеуіңіз керек. Заттарды ретке келтіре аласыз, бірақ құжаттармен айналысуға және несие алуға болмайды. Сіздің алдыңызда болуы мүмкін қиындықтарға дайын болыңыз. Егер осы күні жақын адамыңызбен келіспеушіліктер туындайтын болса, оларды асқындырмаңыз және келісуге тырыспаңыз. Әңгімені неғұрлым қолайлы сәтке қалдырған дұрыс. Егіздер. Табысқа жету барлық бастамалармен бірге жүреді. Бұл күн күшті сүйіспеншілікті немесе отбасылық қатынастарды бағалайтын белгілердің өкілдеріне тыныштық сезімін сыйлай алады. Жаңа перспективалы таныстықтар болуы мүмкін. Өз денсаулығыңызға мұқият болыңыз. Шаян. Сіздің ыстық мінезіңіз жеке майдандағы проблемаларды туындатуы мүмкін. Сондықтан әзірше жауапты шешімдер қабылдамауға тырысыңыз. Жақын адамыңызбен қарым-қатынасты қиындатпаңыз. Арыстан. Ынта жігерге толы боласыз, алайда сіздің доңғалаққа таяқша сала алатын қызғаншақтардан сақ болыңыз. Мұны елемеуге тырысыңыз. Махаббатта қызғаныш көрсетпеңіз. Бұған себеп жоқ. Жанжал туғызбау үшін сөздеріңіз бен әрекеттеріңізді қадағалауыңыз керек. Бикеш. Өзіңізге ұнайтын істерге көбірек уақыт бөлуге тырысыңыз. Даулар мен келіспеушіліктерден аулақ болыңыз. Жақын адамдарыңыздың эмоционалды қолдауы қажет. Әртүрлі асыра сілтемелерден аулақ болыңыз. Тараза. Қолайлы кезең. Егер сіз пассивті бақылаушы болсаңыз, бұл күнді тыныш өткізесіз. Ал егер бастамашылықты жөн санасаңыз, онда жолда ешқандай кедергі болмайды. Жаңа романтикалық хоббидің уақыты келді. Сары шаян. Ауыр күн. Бұл күні бұл белгінің өкілдері эмоцияларға толы болады. Сондықтан сәттілік сәтсіздікке, жетістік сәтсіздікке ауысады. Барлығы сенімсіз, салыстырмалы болады. Мерген. Бұл кезең шытырман оқиғаларға және тәуекелге бейімділікті ұсынады. Осы күні адамдардың көпшілігі сізді бағалауда асыра көрсетеді және бұрынғысынан бетер жағымпаздық күшейеді. Көбісі қарым-қатынас пен көңіл көтеруге құмар. Тауышқа. Ұсақ қиындықтар болуы мүмкін. Олар із қалдырмай өтеді. Отбасымен қарым-қатынасты сіз айлакер болмауыңыз керек. Мұнда толық шынайылық қажет. Басқа адамдардың мүмкіндіктерін дұрыс бағалау жалған үміттерден аулақ болуға көмектеседі. Су құйғыш. Қазір белсенді болу үшін дұрыс уақыт. Бұрын белгілі бір қиындық тудырған нәрсе енді алыстайды. Ең бастысы жалқау болмау керек. Жеке деңгейде ешқандай көңілсіздік күтілмейді. Балықтар. Шешім қабылдаған кезде өзіңіздің дұрыс екеніңізге күмәнданбауыңыз керек. Өздеріне пайда іздеп, айлакер болуы мүмкін адамдардың кеңестерінен сақ болыңыз. Бұл кезең кез келген кәсіп үшін қолайлы. Мейлі ол жаңа жоба немесе хобби болсын. Қыркүйектің 23-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».